Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Бүгінгі ауызашарға асқабақтан өте жеңіл сорпа дайындадық. Алдымен ыдысымызға салқын суды құйып, картоп, сәбіз, жуаны, тұзын қосып, бір қайнатып аламыз. Асқабақ өте тез пісетіндіктен баяу отта 20 минут қайнатып, осылай блендердің көмегімен 1 келкі масса жасаймыз. Енді 10-15 минутқа духовкаға нан салып, осылай сухари дайындап алдық. Сорпамыз неғұрлым көбірек қайнаса, дәмі өте керемет әрі қою болады. Енді 1 шай кесе 3,2% сүтті құйып, тағы да 5 минуттай қайнатамыз. Міне сорпамыз дайын, сухарин салып, 20% қаймақ қосып, оразада өте жеңіл тамақ ас болсын.